вот это чувство того, что ты должна сразу говорить идеально, не должно тебя останавливать. На мой взгляд, что вот, мне кажется, в нашем... Когда начинаешь думать, уже все, и нервничаешь. Ну и, по-моему, не нужно бояться акцента. Даже если он есть, если тебе нужно немножко больше времени для того, чтобы там выразить свою мысль, вообще ничего страшного. Мне кажется, вот вообще наше общество казахстанское сейчас слишком серьезно относится к тому, что мы сразу должны быть идеальными. И поэтому я недавно запустил флешмоб и... Да, я видел. Да, я слежу за тем, что мои друзья, изучающие не казахи и казахи, хотят говорить, над ними смеются, потому что есть акцент. И это то, над чем нам, казахстанцам, нужно работать. Над терпимостью. Жаңа флешмоб бастағым келіп тұр. Хэштег сөйле айналайын. Егер де сіз қазақ тілінде акцентпен сөйлейтін болсаңыз, енді бастап келе жатсаңыз, қазақ болсаңыз да, қазақ болмасаңыз да, инстаграмға бір-екі ауыз сөз салып, сол хэштегті жазыңыздар. Бір-бірімізге мейірімді болайықшы. Сәлем достар. Мен қазақша бәрі түсінемін. Бірақ сөйлегенде кішкене қиналамын. Бірақ сонда да мен жақсы сөйлеуге тырысамын. Менің ұлтым ұйғыр болса да, мен қазақша акцентті сөйлеймін. Және сөйлегенді мақтан тұтамын. Сөйле айналайын. Акцентпен сөйлесек те қазақша сөйлейміз. Қазақстан біздің отанымыз. Біз қазақ тілін ұялмай сөйлеу керекпіз. Ақ киімде, женеле, ақ сақалда, соқыр мұқал танымас дәреженде. Әсті басы ақырау, әсі суық, басқан жері соқырлап жүріп қалды. Ұлтым қазақ болмаса да, Қазақстанда тұрғаныма мақтанамын. Қазақша сөйлеуге ұмтылайық, ұялмайық, ағай. Сәлем достар. Мен қазақша сөйлегенде сәл акцентім болса да, мен одан ұялмаймын. Сіз де ұялмаңыздар. Сөйле айналайын. Қазіргі уақытта көпшілік қазақша сөйлеуге ұялады. Оған акцент себепші. Шыны керек, мен де сондаймын. Одан арылатын кез келді. Ұлтым орыс болса да, мен акцентпен ұялмай қазақша сөйлеймін. Сіз де ұялмаңыз, қазақша сөйлесейік. Мен Қазақстанның азаматымын. Мен осы жерде тудым, мен осы жерде өстім, мен осы жерде білім алдым, мен осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Бұл менің үйім. Сендер де қазақша сөйлеңдер. Мейлі акцентпен болсын, ақырындап сөйлей беріңдерші. Сосын үйренесіңдер. Мен сияқты. Қанша жерден акцентпен сөйлесеңіз де еш ұялмаңыз, себебі қазақ тілі бізге ортақ тіл. Өзім Тараз қаласынан болсам да, өз акцентіммен ұялдым. Бірақ Ванедорын айтқандай, ұялдың қажеті жоқ. Сондықтан мінекей мен қазақша сөйлеп тұрмын. Өзім сіздің қысқасы. Қазақша сөйлеуге ұмтылайық. Сөйле айналайын.